Сәлем достар, видеоны соңына дейін көріңіз. Кәсіби құпия жайында айтамын. Ойынға дайындық. Матч барысында футболшы әртүрлі ойын жағдайларына тап болады. Сондықтан ойыншы дененің мидыда алдын ала ойын жүктемелеріне дайындауы керек. Жаттығу кезінде ойыншы дұрыс қыздыру жаттығуын жасау керек және созылу туралы ұмытпау керек. Футбол аяқ киімі. Бұл футбол жабдығының ең маңызды бөлігі. Бұл аяқ киім тобық буынын ұстап тұрады. Оны жарақаттан қорғайды. Доп үшін күресу кезінде ауыр соққылардан желеншіктердің алдыңғы бөлігін жабады. Аяқ киімдегі будырлар. Дымқыл жерде жақсы ұстау үшін бутсы табанына шыпы бұралып орналады. Сондай-ақ жасанды жабынды алаңда ойнауға арналған табанында будырлы модельдер бар. Денені қыздыру жаттығулары. Қыздыру, жүгіру және басқа дене жаттығуларын қамтиды. Қыздырудың мақсаты қанның тамырлар арқылы жылдам қозғалтып, жүректің соғуын тездету. Бұлшықеттердің зақымдануын болдырмау үшін созылу қажет. Жаттығулар. Футболистер үшін жамбастың артқы бұлшықеттерін созу жаттығулары өте маңызды. Мұндай жаттығуларды серпілмей, беркелкі, асықпай орындау керек. Кәсіби құпиялар. Ойынды бастамас бұрын ауа райы мен желдің бағытына назар аудару керек. Ауа райы жағдайы мен алаңның жабынында қаншалықты жылдам қозғалуға болатынын бағалау үшін алаңда аздап жүгіріп, бір-біріне бірнеше рет топты беріп көру керек. Келесі видеода кездескенше сіздерден лайк, подписка, комментарий күтемін.